Сәлеметсіздер ма, қымбатты менің арнамның көрермендері. Сіздерді арнамда көргеніме сондай қуаныштымын. Мен бүгін сіздерге осындай бесбұрыш жұлдызшаны тоқып көрсететін боламын. Әдеттегідей жібімізді қолымызға орап, бір ілмек іліп аламыз. Және осыдан 3 ілмек ілетін боламыз. Бір іліп, тағы да 2 баған қосып жасаймыз. Әр 3 бағанның ортасынан осылай 3 ілмектен жасап отырамыз. Бізге барлығы 15 баған жасау керек болады. Міне осылай 15 бағанымыз жасап алдық. Енді жібімізді қатты тартып, ортасындағы жібімізді осылай тартып аламыз да жібіміздің ұшын бекітетін боламыз. Екінші қатарды жалғастыру үшін кішкене жібімізді жылжытып алу үшін 2 ілмек осылай жасап аламыз. Және 3 ілмек аламыз. Тағы да баған жасаймыз. Бір іліп, ілмек іліп, тағы да 3 баған жасаймыз. Осылай жалғастырып 30 баған жасап аламыз. Осымен екінші қатарымыз 30 бағанымыз жасап алдық. Енді екінші қатарымызды аяқтаймыз. Және сол жерден қайтадан бір ілмек іліп алатын боламыз. Ілмек іліп алдық. Енді үшінші қатарымызды бастаймыз. Осылай бір ілмектен 4 рет жасап шығамыз.
және де 3 ілмек іліп аламыз. Және 4 ілмекті қайтадан қайталап шығамыз. Орта тұсынан 1 ілмек іліп аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да 1 рет қайталап шығайын. Жақсылап қарап алыңыздар. Осыменен біздің бес бұрышымыз дайын.